Журналистер жұлдызға айналған кеш. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойы және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесі қарсаңында Қызылордада 2 жұлдыз ән-шоу байқауы өтті. Ерекше форматтағы кешке облыстық ассамблея жанындағы журналистер клубы ұйытқы болған. Өнер озық әріптестеріміз бақ сынаған салмақты сайыс турасында тілшіміз тарқатады. Журналист әмбебап маман, тілшілер түрлі саланың түйіткілін түрте жүріп танымын кеңейтеді. Оның ішінде сахнаға шығып ән айту қалам ұстаған қауым үшін аса жат емес. Сол бойдағы буырқанған өнерді көрсетуге осы кеште мүмкіндік молынан туды. Ән-шоу бағытындағы байқауда жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен құралған 5 жұп бақ сынады. Олардың қатарында Қызылорда телеарнасының майталман мамандары Дәулетқан Ағайдаров пен Айгерім Нажмадин қызы және Талант Айымбетов пен Аружан Саруарбек жұбы бар. Синтездік өнер ғой, журналистиканың өзі. Сол бір тек қана тіршіліктен де бөлек, сахнада да өзіңнің өнеріңді көрсетіп, жұмыста шаршаған кезде адамды ол шаршаймыз ғой бәріміз, әріптестерді білесіз. Соны сахнада бір шығарып тастап, соны ән арқылы шығарып, осындай бір дүниелерді психологиялық, моральдық тұрғыда демалуға бір жақсы жоба деп ойлаймын. Бұл жерде кім жеңсе, ол жеңсін, ең бастысы бұл жерде мерекелік көңіл күйді беру. Сонымен телеарна микрофон сахна үн таяғын алмастырған әріптестеріміз алғашқы кезеңде еліміздегі түрлі этнос өкілдерінің татулығын танытқан туындыларды орындады. Ән шырқамас бұрын арнайы бейнеролик арқылы шығарма мазмұнын таныстырулар шарт. Мұндағы сахналық қойылым, ән әуезділігі, әртістік қабілет секілді талаптар әділ қазылар назарында болды. Ассамблеяның 30 жылдық аясындағы мерекелік шарамыз. Бұл жердегі мақсатымыз біз осы бақ өкілдерімен сындарлы қарым-қатынаста болу және өнердегі этносаралық ахуалды жергілікті тұрғындарға сіздермен, яғни ассамблея жанындағы журналистер пулімен бірлесіп жеткізу болып табылады және бақ өкілдеріне мерекелік көңіл-күй сыйлау болып табылады. Осы тұрғанда бірінші әнімізді орындадық, ол өзі 2 турдан тұрады. Енді халықтың қабылдау жақсы, енді патриоттық бір жағынан татулық туралы ән болғаннан кейін біз шынымен өзіміздің эмоциямызды халыққа жеткіздік деп ойлаймын. Енді образды көріп тұрсыздар, енді екінші тур шоу, сол себепті барынша соған дайындалып жатырмыз. Енді қазылар алқасы және халық өз бағасын береді деп ойлаймын. Әріптесіміз айтса айтқандай-ақ екен. Байқаудың екінші кезеңінде дәл осы жұптың өнері ерекше болды. Заманауи бағыттағы айыптама әніне сахналық қойылым ұштаса кеткен. Қызылордада тау жоқ дегенмен әріптесіміз Талант Айымбетов пен Аружан Саруарбек Сәкен Сейфуллиннің тау ішінде әнін орындағанда Қаратау жоталарына сапар шеккендей болдық. Ал Дәулетқан Ағайдаров пен Айгерім Нажмадин қызы қазіргі қоғам шындығын әнмен әрленген шағын қойылым арқылы шебер жеткізді. Өмір кредитін таусылмайды, өмір бір кредиттен көз ашпайтын болдық қой. Кеше ана Инстаграмды қарап отырып, жадыралар деген Египетке кетіп баратыр. Анда барам дегенің қайда, мында барам дегенің қайда, Париж, Лондон дегенің қайда, қайда екен. Егер сен кезеңе мұнша қарасармыз қолында болса, армандайтын Европа сонша аймекен. Байқауға қатысушылар ерекше өнер көрсетті, дегенмен сайыс болған жерде барлық жұп оза шаппасы белгілі. Қазылар алқасының шешімімен жүлделі 2-ші орынды Дәулетқан Ағайдаров пен Айгерім Нажмадин қызы жұбы иеленсе, 1-ші орын қос сері Абзал Жолтерек пен Қуаныш Мұстапаевқа бұйырды. Ал 2 кезең бойы мазмұнды өнер көрсеткен әріптесіміз Талант Айымбетов пен Аружан Саруарбек 2 жұлдыз ән-шоу байқауының бас жүлдесін жеңіп алды. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді деп жатады ғой. Байқаудың соңынан қосылсақ та жеңіс тұғырынан көріндік. Барлық қатысушыларға рахмет. Ассамблеяның 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл байқауда барлығы жеңімпаз деп айтуға болады, өйткені барлығының дайындықтары өте жоғары деңгейде екен. Бас жүлде алғанымызға қуаныштымыз. Осылайша өнерлі әріптестеріміз кәсіби мереке қарсаңында достық үйін дүбірге бөледі. Айта кетерлігі, тілшілердің талабын танытқан байқау биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр.
Елжас Әбілі, Ғалымжан Қожақ, Төрехан Әділбекұлы, Қызылорда телеарнасы.